Сәлем. Бүгін біз өмірдің ең үлкен құпиясын біздің жасушаларымыздың ішінде не жасырылғанын ашамыз. Мынау жасуша ядросы. Мұнда түрлі түсте елген таспалар тәрізді хромосомалар орналасқан. Олар біздің генетикалық кітапханамыз. Сәлем. Мен сенің дін жолбасшымын. Мен сенің кім екеніңді, шашыңның түсі мен бойыңның ұзындығын анықтайтын барлық ақпаратты сақтаймын. Дәнк бұл өте ұзын, шиыр шықпалған саты тәрізді молекула. Ол қос спираль деп аталады, және өмірдің құрылыс жоспары болып табылады. Бұл сатының белгілі бір бөліктері гендер. Олар ноталар парағындағы ерекшеленген музыкалық ноталар сияқты нақты нұсқаулар береді. Даңқыны үлкен оркестрдің ноталары деп елестетіп көріңізші. Музыканттар әдемі әуен шығару үшін осы ноталарды оқиды. Дәл сол сияқты, біздің жасушаларымыз денеге қажетті нәруыздарды құрастыру үшін нұсқауларын оқиды. Жасуша ішіндегі нәруыз зауытына қош келдіңіз. Мұнда кішкентай роботтар нұсқаулары бойынша денеміздің кірпіштерін, нәруыздарды жинайды. Ал бұл ырнық хабаршылары. Олар ядродан зауытқа маңызды нұсқауларды жеткізіп, жұмыстың дұрыс жүруін қадағалайды. Есінде болсын, әрбір тірі ағзаның, мейлі ол өсімдік, жануар немесе адам болсын, өзіндік ерекшеліктің коды болады. Бұл код сені бірегей етеді. Өмірдің құпияларын зерттеуді тоқтатпа. Келесі кездескенше